Қызылордада түймедей батареяны жұтып қойған 2 жасар Амина Гүсейнова ауруханада қайтыс болды. Қуаттағыш құрылғы қыздың көмейінде тұрып қалып, өңешін тесіп жіберген. Ең сорақысы бүлдіршіннің бөгде зат жұтып қойғанын дәрігерлер бірнеше күн анықтай алмай, түрлі диагноздармен емдеп келді дейді анасы. Соның кесірінен қызым қиналып көз жұмды деген әйел ақ халаттылар тергеуге алынсын деп отыр. Аминаның ауыр қазасы бүтін бір әулеттің қабырғасын қайыстырған кішкентай бүлдіршіннің тәтті қылығы ата-анасының көз алдында. Тек қыздың суреттері ғана қазір бұл жанұяның жанына медеу. Оксана Шилеваның айтуынша, үйде ойнап жүрген 2 жасар қызы аяқ асты лоқсып қызуы көтерілген. Шошып кеткен анасы жедел жәрдем қызметін шақырыпты. Дәрігерлер бастапқыда рентген сәулесіне түсіргенімен бөгде заттың тұрғанын байқамады дейді әйел. Осылайша ақ халаттылар кішкентай қызды 2 апта бойы өкпе ауруына қарсы ем жасаған. Алайда дерті асқынған бүлдіршін уақыт өте бір үзім нан мен бір ұрттам суды да жұта алмайтын халге жеткен екен. Анасының айтуынша тек 2-ші рет рентген сәулесіне түсірген сәтте қыздың көмейінде түймедей батарея тұрып қалған анықталған. Алып ұшып басқа ауруханаға апарғанымен бәрі кешет деп күйінеді әйел. Өйткені қышқыл зат бүлдіршіннің жұтқыншағын күйдіріп, теріні тесіп жіберген екен. То есть у нее показатели резко взлетели ввысь. Мы не знаем почему. Дәрігерлер мені шақырып алып, қыздың жағдайы күрт қиындап кетті деді. Оның өңешіндегі тесіктің ұлғайып кеткенін айтты. Ота жасауға кірісеміз, бірақ қыз кешке дейін өмір сүрмейді деп ашық айтты. Мен рентгенологтың жазылануын талап етемін. Егер алғашқы күннен ішінде батареяның тұрғанын анықтаса, мұндай жағдай болмас еді. Аминаның өліміне ата-анасы жұқпалы аурулар ауруханасы дәрігерлерінің салғырттығы себеп болды дейді. Айтуларынша, ақ халаттылар дер кезінде көмек көрсете алмай, ұзақ уақыт жоғалтқан, сондықтан кенже қызынан айырылып, қара жамылған отбасы құзырлы органдарға шағымданып отыр. Ал аурухана басшылары Аминаның бронхитпен ауырғаны рас дейді. Бірақ бүлдіршіннің жұтқыншағына тұрып қалған батареяны дәрігерлер қалай ертерек анықтай алмағанын өздері білмей отыр. Сол үшін тексеру жұмыстары жүргізіліп жатқанын айтады. Тәуелсіз сарапшылар тағайындалған. Қазір сот медициналық сараптамасын біз күтіп отырмыз. Біздің неміз бар, комитетіміз бар, контроль по качеству. Солардың тексеруінің нәтижесін күтіп отырмыз. Алдын ала денсаулық сақтау басқармасымен өзіміздің аурухананың әкімшілігімен талдау жүргізілді. Бүлдіршіннің өлімінен кейін 7 медицина маманына шара қолдандық дейді бас дәрігер. Нақтырақ айтсақ, рентгенолог пен бір дәрігер жұмысынан босатылса, қалғандары сөгіс алған. Бұл қайғылы оқиғаны полицейлер де тергеп жатыр. Абай Нұржанұлы, Бақыт Ахметов, Информбюро, Қызылорда.